Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Міне осы буаз ешкі сатылады. Мына алла нәсіп қылса қазір желіндеп тұр. Занен ешкісі. Жем арпалысып жем жеп жатыр. Мына осы ешкі бар сатылатын. И потом мына занен ешкісі бар сатылатын. Бұл да Құдай қаласа міне жерін қозғап қойған уже. Көрсеңіздер, мынау желін тастап бастап жатыр. Мына осы екі занен ешкілері сатылады. Екеуі де Құдай қаласа төлдеулері жақын. Мына екіншісі. Қазір алдарынан көрсетем. Жәндегі желіні толып тұрған мынау. Көрдіңіздер ме аппететін? Мынау жәндегі екіншісі енді желіндеп бастап жатқан. Мынаусы жастауын орып. Екеуі де жас ешкі ғой былайша. Енді аппететтері барлығы жақсы, тамаша. Мына осы екі ешкі ғой мына. Мынау біреуі жәндегі желіні толып тұрған. Мынау жаңадан жәндегі желіндеп келе жатқан ше. Солсы. Мынаның айта кетейін, мынау бір бетінде мына жерден шығу шыққанда, ол ертең өзі Құдай қаласа піскеннен кейін сол кезде сығып, одан кейін перекспен обработка жасай саламыз. Мына көрдіңіз бе? Мына желіндері. Уже жақын алла нәсіп қылса. Мына осы тұрған екі ешкі. Мынау және бірінші төлдейді дегенім, Құдай қаласа желіні толып қалған. Мынау желіні енді толып келе жатқан. Екеуі де алла нәсіп қылса, енді мен көргенім бойынша мына осы текеден түсті. Пякок альпийский, чисто родной. Арқар деген текеміз өте мықты. Бұның қыздарының бәрі өте сүтті, желін крепление формасы өте тамаша. Бұл уже Қазақстанға біраз тараған сондай мықты теке. Енді мыналардікі кештеу, бұлардың төлдеулері кештеу. Мынау бар, мынау жатқан бар, олардікі кештеу. Осы занендерден Құдай қаласа жақын төлдеп қалақ дегендер міне осылар. Мынау біреуі. Мынау да одан айта кетейін, бір бетінде шығу шыққан. Бір бетіне шығу шыққан. Ол қорқынышты дүние емес. Ертең өзі піскен кезінде сол кезде сығып перекспен обработка жасап жібересіздер. Болды, мына тұрған. Тұршар, мына. Көрдіңіз ғой, мына екіншісі. Мынау өзі жас ешкі әрі.